қабылдамай өзімнің арман мақсатыма сенгенім соншалықты бүкіл әлем сенген жоқ. Бірақ мен жалғыз өзім сеніп жүрдім, тоқтаусыз жүрдім. Содан кейін ары қарай мен тоқтаусыз әрекетте болдым. Мен бизнесімда ештеңкені өзгертер емес едім. Бізде мынандай керемет қағида қатты ұнайды. Сатып алмай тұрып бірінші қолданып көріңіз деген. Мен Мөреке компаниясына дейін Тальго пойызында проводница болып жұмыс жасадым. Және де менің екінші баламның шетінеп қалуына байланысты мен өз еркіммен жұмыстан шықтым. Бірақ бұрын соңды табыс тауып отырған, бұрын соңды үйіне табыс алып келіп отырған әйел адам ұзақ уақыт үйде отыра алмайтынын түсіндім. Маған бір нәрсе жетіспей тұратын. Жолдасымның табысы бізге жетпей бастады. Қатты қиналған кездерінде бір нәрсе істеу керек. Бірақ не істесем екен? Енді мен басқаша жұмыс іздей бастадым ойша. Себебі менің аналық бірінші махаббатымды беруім керек қызыма. Мен соның қасында табылуым керек. Отбасылық әйелге 20-15 күн, 30 күн қаңғып жүріп, табыс тапқан ол әйел адамның жұмысы емес екенін түсіндім. Адамның негізі өміріне барлық нәрсе екі рет келеді. Бірінші адамның ойына келеді, екінші өміріне келеді. Алла тағаланың қалауы бойынша менің жолдасым сол күні сменадан келіп охрана болып жұмыс жасайды. 35 мың теңге табыс табады. Жетпейді әрине. Бибхатша деген құрдасымыз ғой енді. Бибхатша шетелге барып келіпті. Сен естідің ба деп айтып келген кезде менің төбемнен мұздай су құйғандай болдым. Сол күні таңда ол өзі шетелден келген екен. Құшақ жайып қарсы алған кездері, маған ренжіген жоқсың ба? Көп уақыттар бойы сенің телефон номеріңді алған жоқпын ғой мен. Сен жиналысқа шақырған кезде телефоныңды талай көтерген жоқпын ғой. Сонда да маған ренжімей, маған құшағыңды ашып тұрсың ба деп қаншалықты мен оның таң қалдым. Сондай маған махаббатын ашқанына. Менің сол күннен бастап ұйқымның мазасы қашты десем де болады. Арманыммен ұйықтаймын, арманыммен тұрамын. Кері байланыстар әртүрлі болады ғой. Арманы айқын, мақсаты анық адам ондай жерлерде остановка тұрмайды деп ойлаймын. Менде тура сондай болды. Себебі қазір мен айтып отырмын ғой, менде қателік болған жоқ. Менде даже қарсы пікір болған жоқ деп. Әрине болған шығар. Бірақ мен олардың ешқайсысын қабылдаған жоқпын ғой. Қабылдамай өзімнің арман мақсатыма сенгенім соншалықты бүкіл әлем сенген жоқ. Бірақ мен жалғыз өзім сеніп жүрдім, тоқтаусыз жүрдім. Менің тек қана бойымда өзімнің арманыма жеткен сәттерді ғана көрдім. Содан кейін ары қарай мен тоқтаусыз әрекетте болдым. Өнімді сатқан кеңесшіде сенімділік пайда болады. Ары қарай өздерін осы бизнесте өсу туралы олар үлкен мақсат қоя бастайды. Негізі біз бизнеске шақырған кездері кейбір әйелдермен мақсаты туралы, арманы туралы сұрап, не қалайтындары туралы сұрап, бизнеске солай жасап шақырамыз ғой біз. Бірақ мен қызымды олай шақырған жоқпын. Оның өзі осознанно, ересек адамдарша шешім қабылдап келді. Соларды көрді. Іс-шараларға үнемі менің мобилографым болып баратын, мені видеоға түсіріп жүретін. Сондай кездердегі іс-шаралардағы көп әйелдердің историялары оған өмірлік тәжірибелері әсер етті деп ойлаймын. Өзі шешім қабылдап, Мөреке жасап, қазіргі менің жас директорым, 18 жасар қызым бар. Мен бизнесімда ештеңкені өзгертер емес едім. Себебі бизнесіміздің өзінің миссиясы бар. Әйелдердің өмірін жақсарту, әйелдерге өнімдер туралы әдемі өнімдерімізді таныстыру, бизнестерін таныстыру. Қаншалықты тек қана бұл помада сататын қана бизнес емес. Бизнесті ары қарай жалғастырушы осы жастарымыз. Солардың келгенін өте қатты қалар едім. Және де қазіргі таңда менің бизнесіме көптеген жастар келіп жатыр. Өнімді терең білген ол өте жақсы. Егер кеңесші өзі қолданбаса, немесе ол кеңесші өнімді өзі білмесе, өзге адамдарға қалай жеткізеді? Бізде мынандай
керемет қағида, қатты ұнайды. Сатып алмай тұрып бірінші қолданып көріңіз деген. Сол ұстаныммен жүремін үнемі. Себебі қолданып көрген кезде олар басқаша сезімде болады. Одан кейін барып сатып алады. Сатып алған кезде кеңесші табыс таба бастайды. Табыс тапқан кеңесшіге ары қарай өзінің биік мақсатын қоюға сенімділік келеді. Табыс тапқан кеңесшінің ойы өзгереді, және ол ары қарай биік мақсаттар қойып карьерада өсуді жоспарлайды. Өнім туралы терең білім сапалы бизнестегі өсудің кепілі.